Сен монетаның не екенін білетін боласың. Монеталардың түрлерімен танысасың. Олай болса, балалар, оқулықтағы суретке назар аударайық. Суреттегі адамдардың әрекет туралы әңгімеле. Олар қайда тұр? Дұрыс, дүкенде. Олар не алды? Заттар алды. Олар сатушыға не берді? Дұрыс, ақша берді. Сатушы оларға не берді? Заттар берді. Ақшаға қажетті заттарды сатып алуға болады. Заттарды сатып алу үшін монеталардан жасалған ақша монетаны да қолданамыз. Балалар, олай болса, мына видеороликке назар аударайық. Күнделікті өмірде әртүрлі заттар керек. Олардың бірқатарын дүкендерден, дәріханалардан және сауда үйлерінен сатып аламыз. Сатып алу ол өз ақшаңды дүкендегі заттарға айырбастап алу. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге, ақша қағаз және металл болады. Қағаз ақшаларды купюралар, ал металл ақшаны монеталар деп атайды. Біз бүгін металл ақшалар, монеталар жайлы айтамыз. Біздің мемлекетімізде 1, 2, 5, 10, 20, 50 және 100 теңгелік металл монеталар